Талай ғасырдан бері мемлекет басшылары үнемі төңкерістер мен қастандықтарға ұшырап отырды. Қастандықпен өлтірілген билеушілерді санасақ саусақ жетпейді. 20 ғасырдағы конституциялық монархияның республикалық жүйеге өтуі де жағдайды жақсарта алмады. Бүгін біз 20 ғасырдағы мемлекет басшыларының ең атышулы өлімдерін еске түсіреміз. ақш Уильям Маккинли. Уильям Маккинли 1896 жылы ақш президенті болып сайланды. Оның Ақ үйдегі басшылық еткен кезеңі империализм мен протекционизмнің гүлдену дәуірі саналады. 1898 жылы ақш Испаниямен болған қақтығыста жеңіске жетіп, Куба, Гавайи, Пуэрто-Рико және Филиппинді өз бақылауына алды. Сыртқы саясаттағы жеңістер Маккинлиді өте танымал етті. Сол себепті 1900 жылы ол еш қиындықсыз жаңа президенттік мерзімге қайта сайланды. 1901 жылы 5 қыркүйекте президент жұбайымен панамерикалық көрмеге қатысу үшін Буффалоға келді. Ресми бағдарламаға бірнеше қабылдау мен парад және президенттің сөз сөйлеуі кірді. 6 қыркүйек күні Маккинли Temple of Music павильонында өткен қоғамдық қабылдауға қатысады. Президенттің маңайына оның қолын алғысы келген бір топ адам жиналды. Маккинли ешкімнің көңілін қалдырмады. 10 минут өткеннен кейін оған қолы дәкеге оралған жас жігіт жақын келеді. Ол президентке қолын созған сәтте қарудың 2 рет атылған дыбысы шықты. Маккинли ауыр жарақаттанды. Президентті атқан адам венгерлік анархист Леон Чолгаш болып шықты. Ол қаруды оралған қолындағы дәкеге жасырып алған екен. Атылған 2 оқтың бірі қиыс кеткенмен, екіншісі президенттің кеудесіне тиіп, өмірлік маңызы бар органдарды жанап өткен. Алғашы көмек көрсетілгеннен кейін президенттің жағдайы жақсара бастайды. Алайда 12 қыркүйек күні оның жағдайы күрт нашарлап, 14 қыркүйек күні Уильям Маккинли көз жұмды. Леон Чолгаш 1901 жылы 26 қыркүйек күні электрлік орындыққа өлтіру жазасына кесіліп, 29 қыркүйек күні үкім орындалды. Египет Анвар Садат. Мухаммад Анвар әс-Садат 1970 жылы Гамаль Абдель Насырдың өлімінен кейін президент мәртебесіне ие болды. Ол билікке келе салысымен сыртқы саясатты түбегейлі өзгертті. Садат КСРО-дан алшақтай түсіп, батысқа жақындауды көздеді. 1978 жылы Кэмп Дэвид атты ақш президенттің резиденциясында Садат Израиль премьер-министрі Менахем Бегинмен бейбітшілік және Синай түбегін Египетке қайтару жайлы келісімге қол қойды. Садаттың Израильмен келісімін араб әлемі сатқындық ретінде қабылдады. Оған қоса ел ішіндегі радикалды исламшылдар батыстық құндылықтардың ел өміріне енуіне қарсы болды. Үндістан Индира Ганди. Тәуелсіз Үндістан премьер-министрі Джавахарлал Нерудың қызы Индира Ганди әлемде және Кеңес одағында танымал болды. 1980 жылдардың басында Үндістан сикх лаңкестігінен зардап шекті. Сикхтердің экстремистік ұйымдары Пенджаб штатында Халистан мемлекетін құруды талап етті. Сикхтердің діни көшбасшысы рөлін Джарнаил Сингх Бандранвал алды. Лаңкестермен бейбіт келісімге келе алмаған Индира Ганди әскери күшке сенім артты. 1984 жылы үнді әскері лаңкестер орныққан алтын ғибадатханаға шабуылдап, 83 әскери мен 492 адам, оның ішінде лаңкестер, бейбіт тұрғындар, 30 әйел мен 5 баланы өлтіреді. Экстремистердің көшбасшысы Джарнаил Сингх Бандранвал да өлтірілді. Сикхтердің айтуынша ғибадатханаға шабуыл кезінде 10 мың адам көз жұмған. 1984 жылы 31 қазанда Индира Ганди ағылшын актер әрі драматургы Питер Устиновпен кездесуі керек болатын. Түсірілім тобы премьер-министрдің резиденциясында күтіп отырды. Резиденцияға апарар жол ашық ауламен өтіп, жолдың екі жағында 2 оққа қарсы сикх, Беянд Сингх пен Санвант Сингх кезекшілік етіп тұрды. Индира Ганди жақындай бергенде Беянд Сингх тапаншасын алып 3 мәрте атады. Ганди жараланып құлаған сәтте Санвант Сингх 25 рет оқ атқан. Жараланған Ганди үнді медициналық институтына жеткізілгенімен, дәрігерлер ешнәрсе жасай алмады. Бірнеше сағат өткеннен кейін ол қайтыс болды. Швеция Улуф Пальме. 1986 жылға дейін швед саясаткерлері еркін өмір сүрді. Оққағар деген нәрсені керек етпеді. Мемлекет басшылары қоғамдық шараларға емін-еркін қатысатын. 1986 жылы 26 ақпанда Пальменің жанында да күзетшілер болмаған еді. Ол кешке әйелімен Стокгольмдік Гранд кинотеатрына барады. Сеанс аяқталғаннан кейін жұбайлар үйіне қайтқан еді. Сол кезде Свеавеген және Туннельгатан көшелерінің қиылысында оларға жалғыз ер адам жақындап келіп, Смит Вессон маркалы тапаншадан 2 мәрте оқ атады. Улуф Пальме сол сәтте көз жұмды, ал әйелі жеңіл жарақат алды. 1988 жылы желтоқсанда Пальмені өлтірді деген айыппен нашақор Кристер Петерсон ұсталады. Лизбет Пальменің куәгерлігімен ол
мәңгілік бас бостандығынан айырылады. Алайда 1989 жылы кассационды сот айғақтарды жеткіліксіз деп тауып, оны босатып жібереді. Шведтердің көбі оның Пальмен өлтіргеніне сенімді болса да, оны дәлелдеу мүмкін болмады. 2004 жылы Петерсон ауруханадан шыға бере құлап, басын асфальтқа соғып алады. Осыдан кейін бас сүйегі шытынап, миына қан құйылады. Петерсон 2004 жылы 29 қыркүйекте қайтыс болды. Франция, Поль Думер. Думер президенттікке 74 жасында келіп, ең кәрі француз президенттерінің бірі болды. 1932 жылы 6 мамырда Думер Парижде Бірінші дүниежүзілік соғыс ардагерлерінің кітап жәрмеңкесін ашады. Думер осы соғыста 4 ұлынан айырылған еді. Күндізгі 3-4 шамасында президент іс-шараға келе сала, атылған оқтың дыбысы естіледі. Орыс эмигранты Павел Горгулов жалған шақыру билетімен келіп, президентке 2 мәрте оқ атады. Оқ тигеннен кейін Думер есінен танып, госпитальға жеткізіледі. Операция кезінде ол есін жиып, дәрігерлерден не болды деп сұрайды. Олар оған: "Сіз автокөлік апатына ұшырадыңыз" деп жауап береді. "Апырай, мен қалай байқамағанмын" дейді де Думер қайтадан есінен танып қалады. Думер оянбастан 7 мамыр күні сағат таңғы 4-терде көз жұмды. Осымен видеода өз мәресіне жетті. Видеоны лайк басыңыз және арнаға жазылыңыз. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.